Hello students, how are you? Сәлеметсіздер ме оқушылар, қалдарың қалай? Бүгін біз сіздермен 3-ші сыныпқа арналған Pupus Book кітабының 66-67 беттеріндегі тапсырмаларды орындайтын боламыз. Exercise number 5. Listen, point and repeat then match. Тыңда, көрсет және қайтала. Содан кейін сәйкестендір. Тапсырма бойынша бізге суреттер берілген, сол суретке сәйкес біз сөзбен жазылғанын табуымыз қажет. Бірінші, go shopping. Дүкенге бару, A суреті. Екінші, read comics. Бұл бізде F суреті. Үшінші, clean. Тазалау, бізде бұл D суреті. Төртінші, go to the gym. Спорт залға бару, бізде E суреті. Бесінші, plant flowers. Өсімдік отырғызу, бұл бізде B суреті. Алтыншы, бізде paint. Бояу, бұл бізде C суреті. Exercise number 6. Complete, then choose the right picture. Толықтыр, содан кейін дұрыс суретті анықта дейді. Бізде бұл жерде flowers, comics, shopping деген сөздер берілген. Flowers – гүлдер, comics – комикстер, shopping – яғни сатып алу. Сөйлемді оқимыз. I like reading comics every day. Мен күнде комикстерді оқығанды ұнатамын. I like planting flowers too. Және гүл отырғызғанды ұнатамын. I like going shopping on Saturdays. What about you? Маған сенбі күндері дүкенді аралаған ұнайды. Саған ше дейді. Енді бізге суреттер берілген тапсырма бойынша A суреті және B суреті. Жаңағы жазылған сөйлем бойынша біз дұрыс суретті анықтауымыз қажет. Сөйлем бойынша бала комикстерді оқығанды ұнатады, гүл отырғызғанды және де дүкен аралағанды ұнатады. Бізде дұрыс сурет бұл A суреті. Studies put. I like painting. Мен сурет салғанды ұнатамын. Exercise number 7. Look, read and match. Қара, оқы және сәйкестендір. What do they like doing in their free time? Олар бос уақытында немен айналысқанды ұнатады. Бізде суреттер берілген және де суреттердің астында сөйлемдер берілген. Сол екеуін біз сәйкестендіруіміз қажет. A суретінде бізде үшінші деген сөйлем белгіленген. They like jogging. Олар жүгіруді ұнатады. B суреті бұл he likes reading comics. Ол комикстерді оқығанды ұнатады. C суреті бізде she likes going to the gym. Ол жаттығу залына барғанды ұнатады. D суреті бізде they like playing the violin. Олар скрипкада ойнағанды ұнатады. E суреті she likes planting flowers. Ол гүл отырғызғанды ұнатады. F суреті he likes playing the guitar. Ол гитарада ойнағанды ұнатады. Exercise number 8. Complete the questions, then answer them. Сұрақтарды қойыңыз дейді, одан кейін оларға жауап беріңіз дейді. Do you like painting? Сізге сурет салу ұнайды ма дейді. Yes, I do. No, I don't. Я ұнайды, жоқ ұнамайды. Екінші сөйлем. Do you like singing? Сізге ән айтқан ұнайды ма дейді. Yes, I do. No, I don't. Я ұнайды, жоқ ұнамайды. Үшінші сөйлем. Do you like listening to music? Сіз музыка тыңдағанды ұнатасыз ба? Yes, I do. No, I don't. Я ұнайды, жоқ ұнамайды. Төртінші сөйлем. Do you like dancing? Сізге билеген ұнайды ма? Yes, I do. No, I don't. Я ұнайды, жоқ ұнамайды. Exercise number 9. Look and say. Қара және айт дейді. Бізде сурет көрсетілген, суреттің астында сөйлем тұр. Бірінші сөйлем. Берік likes playing the violin. Берік скрипкада ойнағанды ұнатады. Одан кейін Dana likes playing the piano. Дана пианинода ойнағанды ұнатады. Қайрат likes playing the guitar. Қайрат гитарада ойнағанды ұнатады. Гүлнара likes playing the drums. Гүлнар барабанда ойнағанды ұнатады.